Сәлеметсіздер ме, құрметті ата-аналар? Мен 37-ші сәбилер бақшасының педагог-психологы Айгожина Мадина Жұмабайқызымын. Мектеп жасына дейінгі балалардың зейінін дамыту үшін үйде қолдануға болатын бірнеше ойындарды ұсынғым келеді. Түсіне қарай сәйкесін тап. Бұл бізде прищепкалы ойын. Балалар өздері түстеріне қарап, орындарына қойып отырады. Сонда қол моторикасы жұмыс жасайды. Балалардың зейінін және есте сақтау қабілетін дамытады. Балалардың қиял, көрнекі, бейнелік ойлауды, сөздік, логикалық ойлауды, көрнекі іс-әрекеті ойлауды, шығармашылық және сын тұрғысынан ойлауды дамытатын ойын болып табылады. Бұл жерде біз берілген бір тасты салып, балаға жеткіздіреміз. Бір ойындарымыз бірі кішкентай заттарды жинау. Бұлардың орындарына моншақтар, түймелер қолдануға болады. Мұнда балалар оны түстермен жинайды және санамақ ретінде болады. Және де формасына байланысты айтуға болады. Бұл қандай? Жұмсақ, қатты. Келесі бір ойынымыздың түрі сурет салу. Акварельмен, фломастермен, түрлі түсті қарындаштармен. Балалар өздерінің қиялдарын пайдаланып сурет салады. Сурет салу балалардың қол моторикасын дамытады, шығармашылық қабілеттерін арттырады. Және суреттерден кейін балалармен әңгімелесуге болады. Ол не туралы сурет салынды, кім бар ішінде, қандай элементтер бар екенін сұрастырып біле аласыздар. Келесі ойынымыздың бірі пазлдарды жинау. Балалар пазлдарды жинап, суреттерді толықтырады. Бұл ойын балалардың зейінін, логикалық ойлауын және ұсақ қол моторикасын дамытады. Бұл жерде саусақ театры балалармен сюжеттік рөлге бөліп ойнасаңыздар болады. Ойындар арқылы балалардың зейінін дамытуға және оларға қызықты әрі пайдалы уақыт өткізуге көмектесесіздер.